Тістер дентес. Шайнау және сөйлеу аппаратының негізі болып табылады. Жалпы тістердің барлығына да ортақ құрылысына сәйкес оларды былай бөліп қарастырамыз. Олардың сауыты болады, корона дентис. Мойны болады, сервикс дентис. Және түбірі болады, радикс дентис. Әрқайсысына жеке тоқталсақ, бірінші корона дентис. Корона дентис деп біз қай жерде айтамыз? Мына тістің қызыл иектен тұрған жоғары бөлігінің барлығында коронасы, яғни тіс сауытына жатқызамыз. Осы тіс сауытына, яғни біздің мына көріп тұрған мына тістердің барлығы да ол тіс сауытына жатады. Енді осы тіс сауытына әрқайсысына жеке тоқталамыз. Осы тіс сауытының бізде бірнеше беті болады екен тістің. Оның ауыз кіреберісіне қараған бөлігі беті фациус вестибулярис болады. Және де ішке қараған бөлігі, яғни тілге қараған беті болады, фациус лингвалис деп атаймыз. Сосын каждый тістердің өзара біріккен тұстарындағы, яғни бір-бірімен шектесер тұстарындағы беттері болады. Оны түйісу беті фациус контактус деп атаймыз. Сонымен қатар мына азу тістерде көрінеді, что олардың төмпешіктері бар екен. Осы төмпешіктерінің бір-бірімен қиылысқан жерінде олардың қабысу беттерін ажыратамыз. Фациус окклюсалис деп атаймыз. Енді тіс түбіріне келетін болсақ, тіс түбірін радикс дентис деп атаймыз. Сыртқы пішіні жағынан өздеріңіз көріп тұрғандай конус тәріздес болып келеді. Жоғарғы жақ сүйектің және де төменгі жақ сүйектің альвеолярлы ұяшықтарына, яғни альвеоли денталистің ішінде орналасады. Әрбір тістің 1, 2 немесе 3 түбірі болады. Оны қазір тістердің әрқайсысын жеке-жеке талдағанда айтамыз. Тіс түбірінің ұшында апекс радикс деп атаймыз. Осының ұшында бізде форамен апицис радицис деп аталатын, немесе форамен апицис дентис деп аталатын тесігі болады. Енді тіс мойны. Мына бөлікті бізде тіс мойны деп атаймыз. Ол тіс сауыты мен тіс түбірінің аралығында орналасады. Сыртқы беті қызыл иектің шырышты қабығымен қапталғанын көреміз. Қызыл иек пен тіс мойнының арасында бізде негізінен қалташалар болады. Тіс сауытының ішінде біз көреміз шағын кавитас короналис деп аталатын тіс сауытының қуысы болады. Осы тіс сауытының қуысы негізінен жалпақтау болып келеді, тіс түбіріне қарай бағытталады. Осы тіс түбіріне қарай бағытталғанда ол жіңішке ретіде каналис радицис дентиске жалғасады. Осы каналис радицис дентис жаңа атап өтілген тіс түбірінің ұшында форамен апицис дентиске аяқталады. Осы тесік арқылы тістің ішіне, яғни жаңа атап өткен канал арқылы қуысқа қан тамырлар және нервтер кіріп тұрғанын көруімізге болады. Осы аталған қан тамыр нерв, яғни тістің ішіндегі тіс қуысындағы жұмсақ зат пульпа деп аталады. Осы аймақтың қабынуын пульпит деп атаймыз. Енді тіс заты қандай құрылыстан тұрады? Тіс заты тістің кіреукесінен, яғни эмальдан тұрады, дентиннен тұрады және де цементтен тұрады. Бірінші, тіс сауытының сыртқы беті ол эмальмен қапталады, яғни энамелю. Ал түбірінің маңында ол цементпен қапталады. Яғни мына аймақ бізде энамелюм, яғни эмаль болып табылады, ал мына түбірдің маңы уже цемент болып табылады. Бұл сыртқы беті, яғни кіреукесі эмалі
көгілдір пішіндес болып келеді негізінен. Және де гистологиялық көрінісінде кіреукелік призмалар. Призмада адамантинадан тұрады. И олардың аралығында орналасатын призмааралық заттар болады. Сонымен қатар осы кіреукенің сыртқы бетінде кіреуке қабығы болады. Ол кіреуке қабығы кутикула дентис осы эмальға келіп түсетін қышқылдардан қорғау болып табылады. Келесі одан кейінгі қабаты дентин болып табылады. Дентин ол тіс қуысының сыртқы бетін қоршап жататын тін болып табылады. Құрылысы жағынан сүйектің тініне ұқсас болып келеді. Бұл дентинде өте кішкене каналикули денталис деп аталатын дентин өзекшелерінен құралатын болады. Осы 1 мм квадрат дентиннің затының ішінде 75 мыңға жуық дентин өзекшелері орналасқан деп айтасыз. Және де олар әр тісте әртүрлі орналасады. Ал енді тіс түбірінің маңында жаңа айттық цемент болады деп. Осы тіс цементінің аралық өзекшелерімен қоректендіруші қан тамырлары жоқ. Сол үшін де мына тіс түбірі периодонт арқылы қоректенетін болады. Ал периодонт дегеніміз бұл тістің түбірі мен осы төменгі жақ сүйектің альвеолярлы өсіндісінің аралығында орналасатын дәнекер тіннің бір бөлігі болып табылады. Осы аймақта біз тістің фиксациялық аппараты, яғни тісті бекітуші нәрселерді атап өтуіміз керек. Фиксациялық аппарат дегеніміз, яғни берік ұстап тұратын заттар. Оларға жатады жоғарғы жақ сүйек және де төменгі жақ сүйектің ұяшықтық шұңқырлары, периодонт және де цемент. Цемент мына түбірінің қоршап жатады, периодонт олардың аралығында жатады дедік, ал мына сүйектің альвеолярлы өсіндісі. Жалпы тіс пішініне және атқаратын қызметіне қарай 4 топқа бөліп қарастырамыз. Олардың эволюциялық дамуда өзіне сәйкес жүзеге асырылған деп көрінеді. Күрек тістер тістеуге арналған делінеді. Одан кейін мына 4-еуі күрек тіс. Одан кейінгі ит тістер жыртуға немесе қорғаныштық, және де кіші азу тістер, сонымен қатар үлкен азу тістер. Олар шайнау қызметін атқаруға сәйкес осылай бейімделген деп көрсетіледі. Енді біз тістерді сүт тістер және де ересек адамның тұрақты тістері деп екіге бөліп қарастырамыз. Осы кезде, яғни жоғарғы жақ сүйекте, егер де мына ауыз қуысына горизонтальды түрде сызық жүргізетін болсақ, ересек адамнан, онда жоғарғы жақ сүйегінде 16 тіс, ал төменгі жақ сүйегінде 16 тіс бар екенін көреміз. Мінекей, 16 тіс, 16 тіс. Ал енді осы 16 тіске біз сагитальды жазықтық немесе вертикальды білік бойынша сызық жүргіземіз. Осы кезде біз 8-8-ден тістерді 4 топқа бөліп қарастырамыз. Жалпы ересек адамда 32 тіс болу керек. Осыған сәйкес, яғни біз мына жерден, яғни 1/8-ін біз есептейміз. Ересек адамда тұрақты тісінде 2 күрек тісі болу керек, 1 ит тісі болу керек, 2 кіші азу тісі болу керек, 3 үлкен азу тісі болу керек. Также төменгі жағында да және қарама-қарсы жақтарда да сондай болады. Яғни осыдан біз тіс формуласын шығарамыз. Мінекей мына жерден көріп тұрсаңыздар 4-ке бөлінген. Мінекей 2 күрек тіс делінген. 2 дегеніміз күрек тіс. 1, мына астында да 2 деп тұр. Мына жерде де 2. Көріп тұрсаңыздар, мына жерде де, мына жер 4 жақта да 2-2-ден күрек тіс. Сол секілді 1 ит тіс, 2 кіші азу тіс және 3 үлкен азу тіс. 2-1-2-3 бұл ересек адамның тіс формуласы болып табылады. Осы тіс формуласын сіздер жатқа білуіңіз керек. Сосын
балаларда, яғни дентес децизий, сүт тістер, олардың өзінің шығу ерекшеліктері болады. Яғни балалар, ересек адамда 32 тіс болатын болса, балаларда ол тек сүт тістер 20 тісті ғана құрайды. Яғни оларда былай шығады. Оларда 2 күрек тіс шығады. Сол үшін де 2 деп жазылған. 1 ит тіс шығады. Және де 2 кіші азу тістің екеуі де шықпайды. Және де алдыңғы 2 қатарлы үлкен азу тістер шығады. Сол үшін де олардың тіс формуласы 2, 1, 0, 2. Также астында да солай 2, 1, 0, 2. 2, 1, 0, 2, оң жақ сол жағында да дәл сондай болады. Осы тістің формуласын ұмытпауыңыз керек. Сүт тістер 1,5 6 айлықтан бастап шығады, және де 2-2,5 жаста уже шығу аяқталады. 7-8 жастан бастап тұрақты тістер шығады да, олардың жасы 17-21 жас аралығында тұрақты тістер шығып аяқталады. Енді әрбір тіске жеке тоқталайық. Бірінші күрек тістер. Дентес инцизиви деп аталады. Сыртқы пішіні, яғни сауытының сыртқы пішіні күрекке ұқсас болғандықтан, немесе қашауға күрек тіс деп аталған. Күрек тістің жоғарғы жағының және де төменгі жақ сүйектерінің өзіндік ерекшеліктері болады. Жоғарғы жақ сүйектің тіс сауыты үлкендеу екенін көреміз, чем төменгі жақ сүйекке қарағанда. Сонымен қатар олардың екеуінің де түбірі дара болады. Яғни біреу. Және де сыртқы пішіні конус тәріздес болып келеді түбірінің. Күрек тіс бізде медиальды күрек тіс, латеральды күрек тіс. Мінекей. Инцизивус 1 дегеніміз бұл медиальды күрек тіс, мынау латеральды күрек тіс. 2 тіс болады. Келесі ит тістер. Дентес канина деп аталады. Сауыты үшкір болғаннан кейін, яғни негізгі қызметі жырту, например, бір затты, немесе қорғанышты қызмет атқаратындықтан дәл осындай атауға ие болған. Олар бізде тіс сауыты конус тәрізді болып келеді, түбірі басқа тістерге қарағанда ұзындау болып келеді. Және де ерекшелігі түбірі жоғарғы жақ сүйектікі, чем төменгі жақ сүйекке қарағанда ұзын болады. Сонымен қатар, кейбір кездерде төменгі жақ сүйектің ит тісі қос айыр тәрізденіп, яғни 2-ге бөлініп тұруы мүмкін. Келесі кіші азу тістер. Дентес премоляри. 2 азу тістен тұрады. Ит тістердің артқы қапталында орналасады. Және де сауытының биіктігі ит тістің сауытының биіктігінен төмендеу болып келеді. Және де бұлардың ерекшеліктері төменгі жақ сүйектің түбірлері біреу болады, ал жоғарғы жақ сүйекте 2 болады. Осыны ескерулеріңіз керек. Бұл тістердің негізгі қызметі асты ұнтақтап уату. Келесі үлкен азу тістер. Дентес малярис, немесе малярлы тістер деп аталады. 3 жұп тістерден тұрады. Жалпы көлемі алдынан артына қарай, яғни уже кішірейе бастайды. Соңғы мынау алғашқыда осы 2 азу тіс шығатын болады, ал мына соңғы 3-ші азу тіс бұл ақыл тіс деп аталады. 17-18 жасқа қарай бірақ шығады негізі. Латынша атауы dens serotinus деп аталады. Ерекшеліктеріне келетін болсақ, оның өзіндік мынадай ерекшеліктері бар. Жоғарғы жақ және төменгі жақтың сауыттары. Жоғарғы жақ сүйекте мына тістің коронасы, креукесі N әрпі тәрізденген,
орналасқан сала арқылы бөлінеді. Сол арқылы ол сыртқы пішіні жағынан ромбы тәрізді болып келеді. Ал төменгі жақ сүйіктігі керісінше крест тәрізді сала арқылы 4 төмпешікке бөлінеді, ал мына жоғарғы жақ сүйіктігі 6 төмпешікке бөлінеді, ромбы тәрізді болғаннан кейін. Сонымен қатар көріп тұрғандарыңыздай төменгі жақ сүйектің үлкен азу тістерінде 2 түбірден болады, ал жоғарғы жақ сүйекте 3 түбірден болады. Олардың төменгі жақ сүйекте екеуі ауыз қуысының кіреберісіне бағытталып орналасады. Ал мына жоғары жақ сүйекте екеуі ауыз қуысының кіреберісіне, ал біреуі тілге жақын орналасатын болады. Және де ескеруіміз керек, что қалыпты жағдайда мына алдыңғы жоғарғы жақ сүйектің тістері ірілеу болып келеді, чем төменгі жақ сүйектің тістеріне. И тістену кезінде мына жоғарғы жақтың және төменгі жақтың мына төмпешіктері тістердің бір-біріне сәйкес келу керек. Және де ал мына күрек тістер, жалпы алдыңғы тістер, бұл жоғарғы жақ сүйектікі, мына төменгі жақ сүйектің тістерін алдынан жауып орналасу керек. Шамалы. Осындай ерекшеліктер бар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.